Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді осындай рогаликті жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізге ең алдымен жылы су керек болады. Жылы суымызды үлкендеу ыдысымызға құйып, үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Және 1 шай қасық дрож саламыз. Осы үшеуін қанты ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне үлкендеу 1 жұмыртқа жарып жібереміз. Жұмыртқаны да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала дайындап, електен өткізіліп қойған ұнымызды үстіне саламыз. Және 1 шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай июі қанғанша жұмсақ қамырымызды илейміз. Илеп болғаннан кейін ыдысымыздан алып, осылай жұмсақ қолға жабысқақ қамыр болып шығады. Ыдыстан түсіріп, үстіне сары май салып, жақсылап араластырамыз. Июі қанғанша сары май қамырға біркелкі араласқанша жақсылап илейтін боламыз. Кез келген қамырдың июі қанса, одан жақсы өнім шығатыны белгілі. Сондықтан июін қандырып, әдемілеп қамыр илейміз. Сары майларымыз қамырдың құрамына еніп, біркелкі болғанша илейтін боламыз. Сары майды алдын ала бөлме температурасына ертіп қоямыз. Сол кезде қамырдың арасына сіңуі жақсы болады. Майларымыз толық еріп, қамырдың құрамына кірді. Енді 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 20 минуттан кейін осылай қамырымызды алып, ұн сеуіп, жұқа етіп жаятын боламыз. Осындай 4 бұрышты пішінде қылып жайып аласыздар. Және осылай бөліктерге бөлеміз. Осылай орап рогаликінің пішіндерін шығарамыз. Дәл осылай жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Арасына керек заттарын описаниеге де қалдыратын болам. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Осылай барлығын пішінін келтіріп алғаннан кейін бетін жауып, тағы 20 минутқа қойып қоямыз. Әдем болып, сол кезде рогаликілеріміз көтеріледі. Майымызды қыздырып, көтеріліп тұрған рогаликілерімізді майға қорып аламыз. Ешқандай пештің керегі жоқ. Осылай екі жағын қызартып, әдемілеп
қуырып алатын боламыз. Барлығын қуырып болғаннан кейін рогаликиді суытып, суығаннан кейін осылай ортасын таяқшамен кез келген үшкір затпен осылай шоколад құятын жерін ашып аламыз. Және кез келген шоколад пастасын осылай ортасына құятын боламыз. Мен нутелланы пайдаландым. Кез келген шоколад пастасы жарай береді. Және қалауыңызша арасына қоспасын өзгертсеңіз болады. Варенье құюға да болады. Осылай ортасын бірінші ашып аламыз, сосын шоколадпен толтырамыз. Өте дәмді болып шықты. Шайға жасасаңыздар, дәмі керемет. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ болып шығады. Ортасы әдемі піседі. Осындай болып шықты. Дәмі енді керемет. Жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.